Tırnağın ne ekенini bilesіңдер mi? Ha? Tırnağı. Қандай болады tırнаğı? O da ormanda болады, ha? Ерасыл не істеп жатсың? Кел, таста телефонды. Телефонды көп көруге болмайды. Мен саған бүгін ертегі оқып беремін. Кел. Бүгін мен алдар көсе ертегісін оқып беремін. Мынау кім екен? Алдар көсе. Ал, айналайын алтындарым, жандарым менің. Кеше біз сендерменен Торғай мен Адам деген халық қазақтың ертегісін оқыған ек. Бүгінгі ертегі өте қызық, өмірде қажет. Қалайсыз, апа? Жақсы. Маған ертегі айтып бере аласыз ба? Жарайды, жаным, айтып берейін. Мен саған бір қызықты түлкі менен жалба-жұлба қарияны көріп, ассалаумалейкум дейді алдар көсе. Қой бағып жүрген ақсақалдың көзі нашарлау көретін болса керек. Сол жақ көзін, оның көзінің үстіне маңдайының астына ғағарып ұстап. Алейкум салам дейді ол да. Мұндайды салқындаған сары аязда тоңбаса түлкі тоны немесе қасқыр ішігі бар адамның ғана тоңбауы мүмкін. Ал алдар көсе жарықтық, шорық тесік, жаман тонмен күн сайын үсіп өле жаздайтын. Бірде ол жапан далада шартып келе жатып сұмдық тонды. Аяқ қолының жаны кетіп, бір бет аузы бозарып, бас қоғар жылы үйдің армандады. Болуға таласыпты дейсіз, осыны білмеңдер. Сонда жылқы айтыпты. Мен алысты жақын қыламын, күшімді болса көреді, сүтімді болса ішеді, қолыма шейін арқан жіп өседі. Қылыма дейін екен ол. Қылыма шейін арқан жіп өседі. Адамға менен пайдалы мал жоқ. Жыл басы мен боламын. Сендерге бір ертегі оқып беремін. Ертегіміздің аты Ақбас Торғай деп аталады. Ертеде бір жылдары 365 күн бойына тырс етіп жаңбыр тамды.